Баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Біз бүгін талқылайтын тақырып Д3 дәрумені, оның қажеттілігі қандай адамдар ішу керек, профилактикалық доза қандай болу керек, емдік доза қандай болу керек, сол туралы айтатын боламыз. Лайк басып қолдап, достарыңыздың немесе туыстарыңыздың, жақындарыңыздың осы ақпаратты білуіне үлес қосыңыздар. Жалпы бізде Д дәрумені дегеніміз не? Д дәрумені дегеніміз бізде майда еритін, күн сәулесі арқылы организмге таралатын және кальций, фосфор алмасуына қажетті витаминдердің бірі болып есептеледі. Жалпы Д дәрумені кімдер ішуге міндетті және кімдерге қолданбаса болады? Бізде жалпы Д3 дәруменін міндетті түрде қолдану керек. Мына келесі топтар. Ең біріншісі, балаларға міндетті түрде 18 жасқа дейін негізі дәруменін қолдану керек. Екінші, жүкті әйелдерге қолдану керек. Үшінші, бізде 75 жастан асқан адамдарға қолдану керек. Төртінші, эндокринологиялық аурулары бар немесе диагноздар қойылған болса, сол кезде қолдану міндетті түрде керек. Ал қалған, мысалы 18 жастан жоғары 75 жасқа дейінгі адамдар қолданбаса не болады, олар адам емес па деген сияқты сұрақтар келуі мүмкін. Оған жауап бере кетейін. Ол жастағы адамдар көбінесе бізде тамақтан немесе күннен осы Д3-ді алатын болып есептеледі. Себебі, мысалы сіз күнделікті балықтар жейсіздер, немесе жұмыртқа жейсіздер, немесе саңырауқұлақты жейтін кісілер болады, сүтті күнделікті қолданасыздар. Осының барлығында бізде Д дәрумені бар. Сол арқылы организмге жетеді. Жалпы соңғы зерттеулерге қарағанда бізде мысалы 18 жастан 75 жас аралығындағы адамдарға Д3-дің күнделікті бір күндегі қажеттілігі ол 600 международный единица болып келеді. Яғни ол сіз сүтті қолданасыз, жұмыртқаны қолданасыз, балықты жейсіз, немесе саңырауқұлақты жейсіз, немесе бауырды жейсіз, солардың құрамында бізде Д3 бар. Сол арқылы күнделікті аласыз деген сөз. Ішуге міндетті емес. Ал балалар не үшін ішу керек? Өйткені олар, мысалы жаңа туылған баланы алсақ, көбінесе далада жүрмейсіздер, одан кейін тамақты дұрыс жей алмайды. 6 жасқа дейін вообще тамақты бермеу керек балаларға, тек ана сүтімен қоректендіру керек деп атаймыз. Сол үшін міндетті түрде бізде осы Д3-ді ішу керек. Себебі оның асқынулары ең жиі қазақтың арасында немесе халықтың арасында ең жиі кездесетін аурудың бірі бізде мишель рахит ауруы. Осы балаларда жиі кездесетін ауру болып есептеледі. Ол кезде қандай белгілер болуы мүмкін десеңіздер, ең біріншісі бізде басының дұрыс болмауы, яғни капут квадратум деп аталады, басының дұрыс формада болмауы. Екінші, бізде ол кеуде қуысының қайық тәріздес болуы, немесе ішінің бақа тәріздес болып кетуі, аяқтарының О-образный немесе X-образный дейді ғой, сол сияқты өзгерістер болса, онда міндетті түрде тексеріліп, емдік доза алу керек. Ол кезде профилактикалық доза бізде қолданылмайды. Ал 75 жастан асқан адамдар не үшін қолдану керек? Оларда себебі жиі тірек қимыл жүйесінің аппаратының асқынулары бізде остеопороз деген дамуы мүмкін. Соның алдын алу үшін осы біз Д3 дәруменін қолданамыз. Ал жүкті әйелдерде не үшін қолдану керек? Себебі ол кезде баланың дұрыс құрсақ ішінде дамуы үшін және жүктілік кезде сүйектерге нагрузка түседі, солардың ары қарай аурулардың дамуының алдын алу үшін міндетті түрде осы дәруменін қолданамыз. Жаңағы эндокринологиялық аурулар кезінде ары қарай преддиабет немесе диабет, сахарный диабет екінші типтері немесе сахарный диабеттің асқынуларының алдын алу үшін Д3-ді қолдану қажет болып есептеледі. Жалпы профилактикалық доза қандай дейтін болсаңыздар, бізде жаңа туылған бала 1 айдан бастап 6 айға дейін 500 международный единица, ал 6 айдан бастап 1 жасқа дейін 1000 международный единица, ал уже 1 жастан ары қарай 18 жасқа дейін
мың жарым международный единица қолдансаңыздар болады. Бұл профилактикалық доза, ешқандай емдік доза емес. Егер жеткіліксіздік болып жатса, ол жағдайда емдік дозаны дәрігердің тағайындауы бойынша ғана қолданасыздар. Жалпы дәруменнің мөлшері қандай болу керек нормада? Соңғы зерттеулерге сүйенетін болсақ, 30 бен 70 аралығында болу керек. Егер сізде 30-дан төмен болса Д3, онда міндетті түрде дәруменнің емдік дозасын алу керек. Ал 70-тен жоғары болса, онда Д3-ді мүлдем профилактикалық дозаны да қолдануға болмайды. Себебі токсикалық әсер етіп, кейін әртүрлі асқынуларға әкелуі мүмкін. Жайдан-жай Д3-ді шегіруге болмайды. Дәрумен жетіспеушілік кезінде қандай клиникалық белгілер болады дейтін болсаңыздар, жалпы әлсіздік болады, немесе сүйектерінің сынғыштығы балаларда да, үлкендерде де болады. Сонымен қоса шашының түскіштігі осы кезде кездесуі мүмкін, немесе сүйектердің және де тістердің дұрыс дамымауы осы кезде болуы мүмкін. Бірақ тіс дамымай жатса, только Д3 деп қане зерттеуге болмайды, оның да басқа да себептері болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде бірінші стоматолог дәрігердің кеңесін алыңыздар, содан ары қарай ғана зерттеу жүргізу керек. Жалпы бізде Д3 дәруменін қайдан аламыз деген сұрақтар болса, дәруменін біз және тамақтардан бағана басында айтқанымдай, бірінші балық майынан аласыздар, одан кейін сүттен аласыздар, бауырдан аласыздар, сонымен қоса саңырауқұлақтардан аласыздар, әртүрлі теңіз өнімдерінен дәруменін алуға болады. Сонымен қоса ең жиі күн сәулесінен де осы дәруменнің негізгі көзі болып есептеледі. Ал егер де сіздерге емдік доза қажет болса, онда міндетті түрде дәрігердің кеңесін алу керек, және дәрігердің тағайындауы бойынша ғана қолдану керек. Қазіргі кезде практикамда да кездесіп жатады, дәрумен не үшін сендер бермейсіңдер, біз мысалы сақтандыруды төлеп жатырмыз, не үшін біз төлеуіміз керек деген сұрақтар жиі болады. Оған жауап беретін болсам, жалпы бізде халықаралық зерттеулер бойынша дәруменін қолдану керек. Ол бізде жаңа ісіктер болған кезде осы дәруменін тексеру міндетті түрде керек болады. Одан кейін эндокринологиялық өзгерістер болса, дәруменін қолдану керек болады. Және де балаларда осы егер рахит болса, немесе жаңа клиникалық белгілерді көретін болса, онда дәруменін тапсыру керек. Ал қалған уақытта дәруменін тапсыру міндетті емес. Сізде басқа да жеткіліксіздік болуы мүмкін. Клиникалық белгілері бүкіл аурудың көбінесе ұқсас болады. Сол үшін бірден дәруменіне жүгірмеңіздер. Егер өздеріңіз ақылы түрде тапсырып жатқанның өзінде дәрумені өте қымбат тұрады, өздеріңізге де нагрузка болуы мүмкін. Оны тапсырмас бұрын сіз бірінші клиникалық белгілеріне қараңыздар, жаңағы жоғарыдағы айтылған егер топтарға жататын болсаңыз, сол кезде ғана дәруменін ішу керек. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға жазылып, осы видеоның көп адам көруіне себепші болыңыздар.